айтқымыз былай. Кейбіреулер сұрайды, Райнгольд, сендер Қазақстанға қалай келіп жүрсіңдер? Енді әңгіменің қысқасын айтып берейін. Менің ата-анам Кавказда туған. Сосын ана шайтан соғыс басталған кезде 41-ші жылы аударып жіберді ғой. Кейбіреулерін Ресейге, кейбіреулерін Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстанға айдап жіберді. Менің ата-аналарым Қазақстанға келген. Сонда апамның әңгімесінен білем, Белағаш деген станция бар, соған әкеп тоқтапты. Сонда Саржалдың ауыл советтері атарба жіберген, атарбалар, бірнеше атарбалар, ана немістерді алып келдіңдер деп. Сонда менің таңғалатыным, соғыс болып жатса да, енді біреудің әкесі, біреудің балалары, біреудің інісі, бауырлары, күйеулері, ана немістермен соғысып жатса, мына қазақтар атарбамен кеп, бос қолмен келген жоқ, құрт, май, сүт, нан ала келген. Немістерді отырғызып, Саржалға апарған. Сонда үйге таратып, ақырғы нанмен бөлісіп, орын беріп, төсек салып, қарсы алған. Сол үшін бүкіл қазақ халқына иіліп рахмет айтамын.